Sağlarda қағайын құрметші атшылар, қазақ айтады сәлем зөлмей, әлем зөлмейді, сәлем сөздің анасы. Сәлем десің адамгершіліктің бір белгісі дейді. Бүгінгі шаңырақта қуанышқа құтты болсын деп сауын айтып келіп отырған ардақ ағайынның барлығына қазақ баласындай, мұсылман баласындай ауыз толтырып, ассалаумағалейкум деп сәлемімізді сұлулап ұзаттық. Қалың малын шабалақ көндірсеңіздер жетеді ардақ ағайындар. Енді барлығымызда осында, осы қуаныштан табылып отқан жандардың барлығы да исі қазақ діні мұсылман болғаннан кейін 30 күн оразаларыңызды түгелдеп Алланың алдындағы құлшылықтарыңызды жасап, парыздарыңызды өтегендеріңіз құтты болсын. Одан қала берді бүгін есігімізден еніп келіп отырған ораза айт мерекесі қабыл болсын. Барлықтарыңызға тұтқан оразаларыңызды Алла тағала қабыл етсін. Айттан айтқа аман есен төрт көздеріңізді түгел бала шағаларыңыздың ортасында жетуді Алла барлығыңызға нәсіп еткен болсын. Осы қасиетті Рамазан